Шоу-бизнес әлемінде жылдам ақпараттарда барша көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды алғашқылар қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Есірткімен ұсталған төрешке ерекше жүргізуші куәлігі берілді. Осыдан бірнеше жыл бұрын есірткіге мас күйде көлік жүргізіп бара жатқан жерінен полиция қызметкерлеріне ұсталып, жүргізуші куәлігінен айырылған Төреғали Төрәліге күтпеген сыйлық берілді деп жазады Демократ.кз сайты. Желідегі мәліметке сүйенсек, Атырауда өткен концертінде Төреғали Төрәліге жүргізуші куәлігінің үлкейтілген нұсқасы сыйға берілді. Айта кетейік, Алматыда 2023 жылдың маусым айында әнші есірткіге масайған күйде көлік тізгіндеп бара жатқан жерінен ұсталған. Осы оқиғаға қатысты қалалық полиция департаменті бұлай деп түсініктеме берген. Жүргізушінің мінез-құлқы өрескел болып көрінді. Ол агрессивті болды. Полицияның заңды талаптарына бағынбады. Тұрақта тұрған Chevrolet көлігіне зақым келтіріп, ұсталған орнынан қашып кетпек болды делінген хабарламада. Видеоролик кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астындағы подписать жазуына лайк түймесін басыңыз. Сау, саламатта болыңыз.